Сәлем достар, бұл Асылтас бизнес хелп жобасы бизнесті дамытуға арналған жастарға берілетін пайызсыз несие. 5 миллионға дейін жастарға берілетін несие. Оны қалай алады, қалай қатысамыз, қатысудың пошагово көрсететін боламын қазір. Беру керек, қалай қатысу керек, кімдер қатыса алады, толық ақпаратты білгілеріңіз келсе, осы видеоны соңына дейін көріп, маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сұрақтарыңыз болса, немесе пайдалы ақпарат болса, комментарийге жаза кетіңіздер. Ал Асылтас бизнес хелп жобасы бизнесті дамытуға 0,1% қайтарымды қаржылай көмек алыңыз дейді. Яғни, сіз бұл қаражатты рассрочка дейді ғой, былайша айтқанда рассрочкаға аласыздар. 3 жылға дейін беріледі, 5 миллионға дейін беріледі. Өзіңізге қажетті суманы аласыздар. Бұл қайтарымды болғандықтан кәсіпкерде де жауапкершілік пайда болады. Яғни сіз алатын сумаңызды төлей алатын жағдайыңызға қарай аласыздар. Кімдер қатыса алады? 21 мен 35 жас аралығындағы шағын кәсібі бар Қазақстан Республикасының кез келген азаматы қатыса алады. Бұл жоба 1 қарашадан 30 қараша аралығында өтінімдерді қабылдайды. Яғни, осы уақыт аралығында сіздер қатысу шарттарына көрсетілген құжаттарды өткізу арқылы қатысасыздар. Жауабы, барлық құжаттар толық өткізгеннен кейін 19 желтоқсан күні жеңімпаздарды тізімі жарияланатын болады. Бұл жоба қандай жобаларға басымдық беріледі? Бұл 5 бағытта басымдылық беріледі. Біріншісі салауатты өмір салты, екінші бағыт өндіріс, үшінші бағыт қазақ тілін дамыту жобалары. Айта кететін жағдай, барлық жобалар, яғни бизнес-план, видеороликтер барлығы қазақ тілінде ғана қабылданады. Мобильді қосымшалар және ұлттық өнер. Осы 5 бағыт бойынша сіздің жобаларыңыз қабылданатын болады. Жоба 3 кезеңнен тұрады. Бірінші кезең Асылтас KZ сайтында онлайн сауалнаманы толтыру керек болады. Яғни, міне, осы біз қазір отырған сайт Асылтас KZ сайты. Google-ға жазасыз asıltas.kz осы сайтты жазу арқылы сіз осы кабинетке кіресіз де, осы жерде міне өтінім беру батырмасын басу арқылы сіз сауалнаманы толтырып сақтайсыз. Содан екінші кезең қазақ тілінде 1 минут пен 3 минут арасында бейнеролик түсіресіз, бизнес жоспар жасайсыз, сосын жеке куәлігіңізді осы міне Асылтас Foundation gmail.com поштасына барлығын осы үшеуін қосып бір хатпен жіберетін боласыздар. Сосын 19 желтоқсан күні жеңімпаздар тізімі жарияланатын болады. Өтінім беру батырмасын басайық. Ең алғашқы шаг осы өтінім беру сауалнаманы толтыру. Міне сауалнама қандай? Аты жөніңіз, иініңіз, байланыс номеріңіз, қайда тұрасыз, туған күніңіз, жылыңыз, отбасы жағдайыңыз, бала саны, электрондық поштаңыз және кәсіби біліміңіз, қайдан естідіңіз Асылтас хелп жобасын, Асылтас бизнес хелп жобасын міне қайдан естідіңіз? Инстаграм, Ютуб, радио, үшінші тұлғадан, Фейсбуктан деген секілді біреуін белгілейсіз. Сосын Асылтас хелп жобасына қатысу мақсатыңыз, қандай мақсатта қатысып жатсыңыз, кәсібіңізді дамыту мақсатында деген секілді. Сол кәсібіңізде қанша жылдық тәжірибеңіз бар, ай сайын тауып жатқан табысыңыз, қанша кредит төлейсіз, сіз ИП-сіз ба, бастау үшін қанша қаражат жұмсадыңыз осы уақытқа дейін. Сол секілді осы сауалнаманы толтыру және осы жерге птичка қоясыз да жіберу батырмасын бассаңыз, сәтті жүктелді деген кішкене ғана жазу шығады. Сонымен сіз сауалнаманы толтырған болып есептелесіз. Екінші шақта енді сіздер жаңағы нені толтырасыздар? Бизнес планды толтырасыздар.
қаржылық моделін жақсылап жазасыздар, қанша уақытқа кредитті аласыздар, қанша ай төлейсіздер, қанша шығын болды, қанша пайда болады, бизнес планды жүйелі түрде нақтылап әдемілеп көрсетесіздер. Сосын 1 минут пен 3 минут арасында қазақ тілінде өзіңіздің кәсібіңізді көрсетіп тұрып, видеоролик, яғни бейнеролик түсіретін боласыздар. Жеке куәлігіңізді үшеуін жүктеп, жаңағы почта арқылы жібересіздер. Болды, жауабын күтесіздер. Өте қарапайым бұл Асылтас Help жобасы. Ең бастысы, жақсы бастап келатқан кәсібіңіз болса болды, жеке қорлардан, Асылтас қорынан сіздерге бизнес бастауға, жастарға үлкен қолдау. Ақпарат пайдалы болса, маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сұрақтарыңыз болса, немесе ақпарат пайдалы болса, комментарийға жаза кетіңіздер. Келесі сіздерге қандай шығарылым, қандай жобаны білгілеріңіз келеді, жаза кетіңіздер. Қарапайым, оңай тілмен пошагово көрсететін боламын. Ал сау саламатта болыңыздар. Сәттілік!